Сәлем достар, менің атым Жақан, жасым 35-те, мен бойдақпын. Маған жиі қойылатын сұрақтардың біріншісі, қалайсың? Екіншісі, братан, сен кинода түсетін актер емессің бе? Және үшіншісі, қашан үйленесің? Осы сұрақтардың барлығына мен осы сериалда жауап беремін. Театр, менде пробкадемін мен. Кір. Жоқ, кір сен. Сен кір. Жүрсің мен асығыс емес, нормально кір. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы. Мен мына астыңғы этажда көршіңіз едім ғой. Не болып қалды? Сіздің туалеттен су кетіп тұрған сияқты. Евроремонт жасап едім, андай жердің бәрі потолоктың бәрі су болып отыр. Өткен апта жасап ек қой. Осы тексеріп жіберейін де, мен өзім сантехникпін. Көр? Тез шап. Қалай екен, істеп тұр ма? Істеп тұр екен. Күшті екен, ана бачок ауыстырыпсыз ғой. Иә, өткен апта. Жақсы бачок. Жақсы, рахмет. Көрші, үлкен рахмет сізге. Мұқият болыңыз. Астында трап бітсайсыз ғой. Рахмет. Шоқа дейін? Мен салонға жұмысқа орналастым ғой. Соған бүгін бірінші күн. Күтечек апартсам ғой? Қой, өзің шаруаларың бар шығар. Жоқ, дым шаруа жоқ бүгін. Абсолютно боспын кешке дейін. Жақсы, онда сен мен кетіп алайын. Тез киініп алам. Давай. Че там кешке вайн түсіреміз, а? Иә. Вайн демекші кеше Жақанды көрдім районда. Жақан деп айқайласам қарамайды, прикинь. Сықырам қарамайды. Қасына барсам ол емес екен. Бірақ капет соқсайды, аумайды ғой түрі. Болды ма? Сол ма айтатын? Давай, камераны дайындасыншы. Иди чем-нибудь займись. Просто сөйлей бермей. Мира, привет. Как дела? Мира, кешке съемки у нас. Сен дайынсың ба? Все, давай я тебе адресын лақтыра салам на WhatsApp-қа. Давай, хорошо. Осында менің подругам тұрады. Ана салонда администратор болып жұмыс істейді ғой. Маникюрщицалар кетіп қалыпты, сол ғой мен жұмысқа шақырған. Сен ол маникюрщица не үшін жұмыстан кетіп қалғанын білесің бе? Жоқ. Тырнақтың астынан кіріз деген ғой. Алайша сен юмор жақсы көресің бе? Күлкілі болса, иә. Специальностың қандай негізі? А вот угадай. Маникюровед. Инженер-маникюрщик. Вообще-то финансист. Финансист? Иә. Серьезно? Иә? Не үшін онда мамандық бойынша жұмыс жасамайсың ба? Түсінбеймін, қайда маникюрщик? Ой, жасағам, айлығы 70 000 аз. Ештеңеге жетпейді. Ой, сол маникюрщиктерде содан артық таппайтын шығар. Конечно, табады. Айына 300 000 теңге. 300 000? Иә. Ер адамдар маникюр жасаса бола ма? Апа, көзіңе қарашы кішкене. Кім апа? Апаңды айнадан көресің, ұқтың ба? Вообще праваны сатып аласыңдар да, машина айдау үйреніп алдыңдар бірінші. Мен праваны сатып алдым, қайдағы права өзімдікі. Вообще мен мына жерде правпын. Ал праваңды сен өзіңнің қатыныңа качать ет, ұқтың ба? Прикинь, сен қатын деп отыр. Кім қатын?
Ой, кешіріңіз, сізді қатын деуге аузым бармайды. Менің аузым барады, прикинь, қатын. Кеттік. Че ты уайымдама, бәрі нормально. Осы моточын салам. Че ты волнуешься? Уайымдама. Если что, өзім сөйлесіп беремін ғой бастығым. Қайда жүрсің, Айман, ертерек кел дедім ғой. Слышишь, менде пробка болып қалды бізде. Жарайды, бастық как раз осында. Жүр таныстырам. Давай. Милана Жылқыбаевна, алдында сізге айтқан маникюршісі қыз келді. Да? Иә, менің құрбым. Есімі Айман. Сасы. Айман, сырттан кетемін ғой, сырттан. Кім? Айман. Сәлеметсіз. Қатын де, значит. Адам емес екенсің ғой сен, адам емес екенсің ғой, ё-моё. Бетіңді аша берейін бе? Аша бер, болды. Короче, Альфа Академия ғой, образовательный центр. Онлайн курс алдым. Ағылшынды үйде отырып оқисың. Зато кешікпейсің. Все. Хотя сен кухнядан, ана спальняде компьютерға дейін кешігетін шығарсың, да, наверное? А вдруг кешігіп қалам? Кешігесің, вот стопудово. Короче, медиа, совет керек срочно. Ақша жоқ. Бүкіл ақшаны техникаға лақтырып тастадым мен. Камера алып жатыр, звук алып жатыр, білесің ғой? Онда советте жоқ, керек емес. Айта берейін бе? Айта бер. Короче, бар ғой, біздің үйге жалғастың құдашысы келді ғой, Айман. Өткендегі қыз ба? Она просто... Я понял, айта берші. Дальше что? Короче, соған басым кетіп, махаббаттан басым айналып жүр, короче. Все, мен ғашықпын, үйленемін, брат. Соған срочно совет керек. Где-то я это уже слышал. Жоқ, ладно. Я жаңа, короче, соның жұмысына апарып тастап, соған кешігіп қалдым, ё-моё, соны айта алмай отқан. Сен сонда просто жұмысына апарып ұстап құлатайын деп жүрсің ба, қыздарды? Не знаю, бір свиданияға шақырып, бірге барып, бір жерден тамақ ішіп. Сондай еді ғой. Білмеймін, мен солай подкатывать ететін едім, сендердікі қызық екен. Қайқа апарамын мен оны ақша жоқ деп тұрған жүрсің сен? Короче, ресторан бар, там депозит, бартер, так, joint, Абылайханның бойында. Барасың, спокойно тамағыңды іш, не заказ бергің келеді, заказ бересің. Шығар кезде сторисің түсіресің де, кете бересің, мен звондап айтып қойдым уже. Проблема болмайды ешқандай. Все, базар жоқ, рахмет. Joint дейтін кафе неде, Абылайханда. Рахмет. Давай, кеттік, мен офиске апарып ұсташы. Бірақ енді офиске апарып ұстадым деп маған қырындамайтын шығарсың, бірақ. Бәлкім. Прикинь, сен офиске апарып сындырып тастасам. Апарып ұстайтын достарымды белгілеймін, ба? Давай, кеттік. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы, өзің қалай? Нормально. Че там? Бәрі жақсы ма? Иә. Бастығың сөйлеп отқан жоқ па? Сөйлеген жоқ, бірақ біртүрлі ала көзімен қарап жүрді маған. Бастығыңда көзде бар ғой енді. Иә. Сондай адамдарға көзді бере салады деймін да. Жахан, осы сен мені алып кетесің жұмыстан, қайтадан апарасың, маған қырындап жүрген жоқсың ба? Жоқ, қоймашы. Жалко. Жоқ, ол емес, айтайын деген просто ренжімеші. Алло? Привет, Жан. Жақсы. Я жұмыстан шығып үйге бара жатырмын. Алматыдамын. Давай кездесейік, бүгін ба? Бүгін болмайтын шығар, ертең көрейік. В общем, не, хабарласамыз, иә? Аха, давай, пока. Кім саған? Одногруппнигім ғой. Алматыда екенімді біліп кездесейік деп жатыр. Не үшін Жан онда? Енді есімі Жан болса. Рахат екен, любой адамға Жан бола салады. Айтпақша. Не? Үйде бір шаруалар бар ма еді, неге маған бүйттің? Жоқ. Просто бүгін сені кешкі асқа шақырайын дедім ғой, ресторанға. Тем более бастығыңның алдында неудобно болып қалды все-таки. Шақыр. Официально
Құрметті Айман ханым, сізді бүгін кешкі асқа шақырсам, рұқсат па? Как неожиданно! Сіз тамақ ішетін жерге бара беріңіз, мен оған дейін ойланам. Болды, жан. Ой, то есть одногруппник. Вот, давай. Трубка алмайды, прикинь. Что там, Медя? Сейчас едет, звоню, не поднимает. Ну, просто у меня через 1,5 часа запись в салоне. Я как бы не могу вот так вот тратить там время свое. Я понимаю, да, понимаю. Тебе вообще зачем в салон ходить? А что, думаешь, не нужно? Ну, Я и так красивая. не знаю. Или в смысле не поможет? Ну ты давай сама, да, додумывай. Не, говори. Сейчас, Мира, давай потом. Қатты ұқсаймын Жаханға бағана айтқан бала. Ұқсайды деме? Звонда давай. Келсін осы жерге. Алло. Неге жаным ау неге жүрегім іздейді бірдеңе неге жаным ау неге жаным ау неге жүрегім іздейді бірдеңе неге жаным ау неге Все, қазір түсіреміз де и сразу жіберемін сіздерді, Таныс қойыңыз, міне продюсер. Саламалейкум. Қолымды бер. Саламалейкум. Ё-ма, қатты ұқсайды екен, е? Түкір брат. Менің есімім Медет. Танысып қояйық, Медет. Атыңызды. Жұмбақ. А шын атың кім? Аты Жұмбақ. Удостоверениеда да Жұмбақ бар болсын? Удостоверение деп айтпашы. Бегел, болды, кел. Удостоверение айтпашы, Сол кәм шын аты Жұмбақ. Сонда әке-шешесі атын қойған кезде... Әке-шешесі Жұмбақ шешіп отырған кезде толғақ ұстаған ғой. Больницаға барады, больницаға барғаннан кейін ары қарай уже. Жарайды, ладно, түсінікті. Короче, менде сізге ұқсайтын актер бауырым бар да, Жахан деген. Қазір ол мына жерде съемкада болу керек, бірақ ол жоқ. Енді сіздің досыңыз қатты ұқсайды екен, сондықтан сізді түсірсем қалай қарайсыз? Вайнға бізге түсіп берсе жақсы болар еді да. Қайда? Вайн. Кино деп айттыңдар ғой, брат. Вайнға түспейміз. Жоқ, давай, кино. Я, кино. Кино? Кино уже түсейік. Бірақ 1 минуттық. Аха. 1 минуттық киноны түсіп болғаннан кейін гонорарын сразу беремін сізге. Мен кірет, біз дүние керек емес, қызықтырмайды. Берсең ақшалай бер. Жарайды, ақша болса, ақша болсын. Қанша дейсіз? Кино болғаннан кейін қымбаттауса, вайн болса, былайық түсіп беретін едік қой. 2800. Доллар ма? Сен біздің ақымақ көріп тұрсың ба? Біз патриотпыз. Теңге. Болды, келістік. Қалай? Сразу келістік. Онда вайн біткен кезде сразу берем. Күттірмейсің ба? Жоқ, күттірмеймін. Өтіп кетірмейміз де. Все, келістік онда. Сіз онда гримға өте беріңіз. Ауыртпай ма? Жоқ, ауыртпайды. Просто бетін. Жоқ, гримға отыра беріңіз. Продюсер мырза, бір сұрақ бола ма? Жахан келсе суретке түсу болады ма? Болады, иә? Пішер болды. Так. Базар жоқ. Все? Че там? Сторис па? Жоқ, ақша. В смысле? Бартер емес па не? Жоқ. Медет звондаған жоқ па сіздерге? Жоқ, звондамады. Маған просто айтқан, Joint кафесіне барасың, саған дастархан дайын тұр, сторис түсіріп бересің деп. Жоқ, бұл Joint кафесі емес, бұл Point кафесі. Joint кафесі жолдың арғы бетінде. Да? Ас болсын. Ас болсын, қотан. Кел. Ну, салсайшы. Мына бір ішке толтырып салып берші.
аспасын. Ас болсын бауырым. Дәмін айтасың ғой сосын. Как раз өзім пісірдім жаңа. Салшы, жігіттер, давай бәріне. Сал. Өзің неге салмайсың? Айман. Ренжімеші. Ренжімеймін. Ну, пожалуйста. Ренжімеймін деймін. Просто мен бірінші рет осылай ресторанға барып тұрмын. Өмірде енді любой нәрсе бірінші рет болады ғой енді, ладно енді. Не специально көріпсің ғой, аттар бір-біріне ұқсай ма бірдеңе? Жарайды. Қалай? Күшті маған ба? Жоқ, өзіме. Шучу мен саған, конечно. Рахмет. Ей, мынау полынь ба? Не ба? Полынь? Иә. Кеттік тез, больницаға кеттік, бол, менде аллергия ғой. Қазір жұмыстан кейін. Все, лақтырып жіберем. Жүр сөйтіп, өз ақшаңды өзің ала алмай. Стоп, что, было? Было. Нормально? Нормально. Жаке, а что, очкиңді неге шешпедің? Шешіп төгу керек пе? Иә, шешіп төгу. Жарайды, киіп ал. Все, онда болды ғой, Все? Как обещал? Міне, гонорар деп ақшаларыңыз. Рахмет, молодец. Брат, 3000, что, несін санаватсың? Келесі кинода 200 теңге кетпеймін. Жарайды, ладно, керек емес. Рахмет, Жаке. Көңілден шықты ма? Иә, Ойнап беремін. керемет, алмайды екен, реально алмайды екен. Келесіде онда Жахан болмай қалса, сізге хабарласуға болады ғой? Иә, номерін жазамын. Давай, номерін жазып алайын. 8 72 72 396. Ну не, Кисел ма, Билайн ба, не бұл? Домашний. Городской ма? Иә, звондайсың. Серік деген жігіт көтереді. Үшінші этажда Марат қайтады ол. Марат Ерланға айтады. Егер Ерлан мені тапса, мен келем. Егер таппай жатса, табасың ғой. Жарайды, ладно, Серікке. Жоқ. Менің атым Мақал болады. Қалай? Менің атым Мақал. Жұмбақ, сен Мақал, е? Жасқа. А мына кісінің аты Серік, е? Оны жазбай қойшы, Мақалды. Все, жарайды. Все, Мәке? Все, келістік па? Жаке, рахмет көп. Все, Жүздік біз онда. Машиналарыңыз бар ғой, е? Келіпті. Алло, жаңылтпаш, братан, келіпсің бе? Все. Жаңылтпаш.